Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кибатулланың қабырғасын ұстауын нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Үржар ауданында балалар үйінің директоры менен бас бухгалтері 6 миллион теңгені ұрлап кетті. Үржар ауданының прокуратурасы Науалы балалар үйінің әкімшілігі қызметкерлерінің қылмысын әшкереледі. Балалар үйінің директоры мен бас бухгалтері өздеріне жоғарғы жалақы алып, жоғары сыйлық ақылар мен іс-сапар шығындарын тізімдеген. Жымқыру штат кестесі менен қазынашылық есептерін салыстыру барысында анықталды. Онда тиісті жалақы менен нақты төленген жалақы арасындағы айырмашылық пайда болған. Сонымен қатар, өлі жандар деп аталатын жұмыс істемейтін адамдарға жалақы төленді. Осы факті бойынша прокуратура қылмыстық кодекстің 189 бабы 3 бөлігінің 2-3 тармақтары бойынша қылмыстық іс қозғалды. Істі сотқа дейінгі тергеу сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке тапсырылды. Осы баптың санкциясы белгілі бір лауазымдарды атқаруға немесе белгілі бір қызметпен айналысуға тыйым сала отырып, 7 жылға дейін бас бостандығынан айыруды қарастырады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.